Ұнай ма, әлде бұл жай ғана елдің назарын өзіңізге аударту мақсатында жасалатын дүние Қараңыз, ме? мен андай екіге бөлуді ұнатпаймын. Мысал үшін, жұмыс ақшалық келе ма, ұнай ма деген жоқ. Пусть и нравится, и пусть деньги приносит. Почему бы нет? Осындай ерекше үміткер. Енді жалпы, Арина, соңғы кезде өзіңізге тек қана ерекше үміткерлер келіп жүр? Енді мамандық оқыдыңыз ба? Қандай мамандық оқыдыңыз, соны айтып Жоқ, мен 18 жасынан бастап жұмыс жасағам. Оқымадыңыз. Колледж. Мектеп кезінде 11 сыныпта жұмыс жасап бастадым, содан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Күшті. Енді хоббиіңізді айтып кетсеңіз, маған деген сұрақтарыңыз бар болса, маған қойыңыз, мен де жауап беріп отырамын. Жалпы негізі сұрақ болғанда мен не істегім келген, кездесуге шақырғым келген, былай Инстаграмнан жазып араласа салайын деп. Оны мен кейін мына жақта хабарлассам, бола ма сөйтіп кетсем, бірінші үміткер болып келесің, егер ұнап жатса, шақырсаң болады деді. Енді менің ойым тезірек көріп, кейін кешке кездесуге шақырсам. Қараңыздар, енді біздің WhatsApp желімізде біздің жанашыр көрермендердің хаттармен жарылып жатыр. Аринаның үміткерін студиядан шығарып жіберіңдер. Спормен келіп отыр, батыл ойнап дейді. Кіммен батыл ойнап? Бұл бір ісіміз. Екіншісі, Аринаға келіп отқан үміткердің отбасы бар, әйелі бар, мазақ қылып келіп отыр дейді. Біздің енді бірнеше осындай оқырмандар, ол тек YouTube желісін санамаған кезде. Қараңыз, мынандай болды. Батыл деген әңгіме, ол осыдан 3-4 ай болған нәрсе. Алдын. Бұл бірақ мынандай батыл емес. Мен Ақтауда ойнағам ол батылды. Бір ханыммен сіздер бәске түскен екенсіз. Иә. Яғни осы қосақ жобасының аясында. Ол қыз қазір Турцияда тұрып жатыр. Біз вообще араласпаймыз. Жана ханым, мен айтып кетсем бола ма? Мен, мне кажется, я этот по голосу узнала мына кісіні. Шашы боялған көкке. Көкке? Иә. Бәсе, мен Инстаграмнан көргенмін. Танисыз ба? Енді бұлай танымаймын, андасында неге рекке шығады ғой, сол кезде көріп қалған болады. Иә, көкші. Ну, дауысынан біліп отырмын. Ну, мен Инстаграмына кіріп көрген емеспін ол кісіні. Қандай ролик көрдіңіз? Ау? Қандай ролик көрдіңіз? Бір машинаның қасында тұрған, бір спор не істеп атқан, қателеспесем. Спор. Көліктің жанында тұрған. Иә, көліктің жанында. Білмеймін точносын, но сондай неге шыққан кезде көрген болатын, дауысынан біліп қойдым негізі. Есіме түспей тұр ол ролик. Ондай жоқ па, сізде мүмкін сіз шатастырып отырсыз? Жоқ, дұрыс айтып отқан шығар, потому что именно шашы боялған блогерлер мені сонымен таниды. Бірақ қай машина екені есіме түспейді роликтерден. Сіздің енді сторисіңізді жіберіп жатыр. Мен енді дыбыссыз тыңдап жатырмын, қорқып жатырмын, өйткені қазір бір басқаша сөздер шығып кете ме деп. Яғни сіз өз парақшаңызда жобаға бара жатқаныңыз жайлы хабардар етіп жария еттіңіз, е? Иә. Алдын ала. Енді сторис жүргізгенде бәрінде солай ғой, өмірін толықтай айтады, бүгін мына жерде боламын, анда боламын, андай болады. Сториске шыға алмаймын, 3-4 сағат мен жоқ боламын. Енді бүгін ерекше өте ыстық, күшті шоу болады деген сөздермен. Иә, бәрі маған сөйтіп айтты, о жақта андай, маған видео айтты, не үшін шоу екен айтайын ба? Маған видео айтты, сен барсаң, мына шашың үшін алар жабылады, төбелеседі, бір жігіттер барған жаңағы. Сіз сол үшін келдіңіз. Сіздің шашыңызды біз талқылап, ашулансын деп. Мен келер кезде айтты. Сосын мен айттым, мен оны көргем ондайды уже деп. Шоу жасағысы келеді деп, оларды мен ол шоуды айтып отырмын. Бұл жерде жігіттер шоу жасайды деп айтты маған. Жана ханым, айта кетсем бол ма? Иә. Қайырлы күн, Жана ханым. Ассалаумағалейкум, Муха, қалайсың? Негізі мен сеніп отқан жоқпын, шыны керек, Жана ханым, чтобы Аринаға не ұнатып келді, либо сырттан бақылады деген. Никак сеніп отқан жоқпын. Негізі приблизительно мен жайлы тоже естіген шығарсың, Валерий айтқан шығарсың негізі. Валерий, досың бар емес пе сен? Бар, иә. Тоже бір агентствода жұмыс жасаймыз да, дос боламын, тоже сен жайлы айтқан келеді деп. Бірақ Аринаны бұрыннан бақылады ма, либо тиктокқа шықты, содан кейін бастап көрдің ба? Бұрыннан бақылаған жоқпын. Мына жерде айтып жатсыз ғой, енді роль деп, сол нелермен қанша болды жүргеніңізге сол рольмен? Енді айтып жатыр ғой, бала шағыңыз, әйеліңіз бар, қанша болды сонда? Енді онымен де ойнауға болмайды ғой, Жана ханым, қалай бала шағасы бар, әйелі бар, оны Инстаграмға салады, қалай 3-4 жыл, 5-6 жыл сөйтіп ойнайма деген ғой. Жоқ, қайда 5-6 жыл мен өзім енді балдарыңыз бар деп жатсыз ғой. Жоқ, баласы бар емес. Әйелі бар дейді, баласын білмеймін. Бар ма баласы? Бала да бар дейді. Баласы да бар. Баласы өзіне ұқсайды дейді. Шаш боялған ба? Сонда енді ерекше үміткер Арина, кешіріп қойыңыз бізді.
өзіміз де түсінбей қалдық енді. Әкенің рөлін, күйеудің рөлін ойнайтын адам сіздің үміткеріңіз. Отбасын құруға соған қарағанда қатты асық. Диана ханым, айта кетсем болады ма? Қош келдіңіз. Негізі, білмеймін, мен өзімнің ішкі түйсігім сеніп отырмын бұл жігітке. Как будто действительно келді, ашық түрде айтып отыр. Я, мен блогер болғым келді, сондықтан да шашымды да боядым, басқа да істедім, өзіме назар аударғым келді. Ол бір табыс көзіне айналғаннан кейін, мен ары қарай дәл осы бағытта жұмыс атқарып жатырмын дегендей. Почему мы не можем поверить? Наоборот, андай бір именно мына жерде шулатам, айтем, бүйтем деген адам ол тыныш қана келеді да, мазақ қылады да, сыртқа шығып, о, мен барлығын қатырдым деп келеді да. А тут просто действительно мен жобаға бара жатырмын дегенде, почему мы какой-то бір мін іздеп Жоқ, отырған? андай енді бала шағасы бар, әйелі бар, сонымен ойнамайтын шығар. 3-4 жыл айдана өзінде ойлап. Жоқ, 3-4 жыл ма? 4 жыл емес жоқ. Енді Қанша баласы от минимум 1 жыл жүреді ғой, баласын көтеріп. Жоқ, қанша жыл айта салыңызшы, пожалуйста, что просто понимать. Жарты жылдан астам уақыт. Ал қазір ол әйеліңіз, яғни әйеліңіз қайда? Ол кісі ма? Иә. Ол Ақтауда тұрады. Ал ол адамның қандай мақсаты болды осылай сіздің жарыңыздың рөлін сомдауда? Просто қараңыз, қазір мен оның бәрін айта берсем, маған ештеңе емес, ол кісіге не істеп кетеме деп ойлап отырмын. Просто Ақтауда кішкене қиындау, ол кісі қазір жұмысына әсер етіп кетуі мүмкін, тағы бір нәрсе. Түсінесіз ба? Ол кісі қазір қандай история айтып жатырғанын білмеймін ғой. Мысалы үшін мен туралы сұрағанда, қазір мен үлкен аудиторияға айтып жатырмын. Сол үшін кейбір моментте өзім үшін емес, ол кісі үшін уайымдап отырмын да. Бірақ сіздер бұл дүниелеріңізді, бұл контентті бұлай әлемге ұсынып отырсыздар ғой. Және ол жалған болса. Жоқ, ол кезі нормальный нәрсе ұсындық қой біздер. Қазір мен бірдеңе айтып қалсам, ол кісі үшін уайымдап отырмын, шынымды айтсам. Тем более әйел адам оған қиын болады. Бізде жарнамадан кейін Махмуд мырзаның пиғылы ниеті, Аринаға деген, танысуға деген ниетінің шынайылығын тексеріп көруге тырысамыз. Жалпы таныстық бастала ма, жоқ па көреміз.